Облыстық жалпы білім беретін мектебінің бастауыш сынып мұғалімі Естөреева Лаура Құлмабекқызы. Баяндама тақырыбы мәтінмен жұмыс жасау арқылы оқу сауаттылығын дамыту. Кіріспе. Оқу сауаттылығы білім алушының мәтінді дұрыс оқып, түсінуі, сараптап, талдай білуі және оны өмірлік жағдайларда қолдана алуы. Оқушылардың оқу сауаттылығын дамыту қазіргі білім беру жүйесінің басты міндеттерінің бірі болып табылады. Бұл дағды тек мектептегі жетістіктер үшін ғана емес, сонымен қатар болашақта тұлғаның табысты өмір сүру үшін де маңызды. Оқу сауаттылығының маңыздылығы. Оқу сауаттылығы дегеніміз не? Оқу сауаттылығы адамның мәтінді түсінуі, оны талдау және өз ойын білдіру қабілеті. Бұл дағды халықаралық бағалау жүйесіндегі ерекше рөл атқарады. Оқу сауаттылығы жоғары деңгейде дамыған оқушылар мәтінді негізгі және қосымша ақпаратты ажырата алады, ақпаратты түрлі жағдайларда қолдана алады, талдау жасап, пікірін дәлелдей алады, әртүрлі көзқарастарды салыстырып, қорытынды шығара алады. Мәтінмен жұмыс жасау сауаттылығын дамытудағы рөлі. Мәтінмен жұмыс жасау оқу сауаттылығын дамытудың негізгі тәсілі. Оқушылар мәтінмен жұмыс барысында әртүрлі ойлау операцияларын жүзеге асырады. Мәтінді талдау және негізгі ойды анықтау, мәтіндегі фактілер мен көзқарастарды ажырату, қорытынды жасау және өз пікірін білдіру. Оқылған ақпаратты күнделікті өмірде қолдану. Мәтінді түсінуге бағытталған әдістер. Бұл әдістер оқушылардың мәтінді саналы түрде оқып, оның мазмұнын түсінуге көмектеседі. Болжау әдісі оқушыларға мәтіннің атауын немесе алғашқы сөйлемдерін беріп, оның мазмұнын болжату. Белсенді оқу әдісі, яғни оқушы мәтінді оқып отырып, өзінің маңызды жерлерін белгілейді, сұрақтар қояды. Мәтінді бөліктерге бөлу әдісі, яғни мәтіннің бірнеше бөлігі болады, әр бөліктің мағынасын талдау. Мәтінмен жұмыс барысында оқушылардың өз ойын білдіру маңызды, яғни эссе жазу әдісі мәтіннің мазмұнына байланысты оқушылардың өз ойын жазбасына жеткізу. Рөлі ойындар, мәтіндегі кейіпкерлердің рөлін ойнап, олардың мінез-құлқын талдау. Мәтінді жалғастыру әдісі оқушылардың мәтіннің жалғасын өздері ойлап табуы. Цифрлық технологияларды пайдалану арқылы оқу сауаттылығын дамыту. Қазіргі заманғы технологиялармен мәтінмен жұмыс жасаудың жаңа мүмкіндіктерін ұсынады. Электронды оқулықтары мен қосымшалар, интерактивті тапсырмалар арқылы оқу процесін қызықты етеді. Аудиокітаптар тыңдау арқылы оқу дағдысын жақсартады. Онлайн тесттер оқушылардың мәтінді түсінуі деңгейін тексеруге көмектеседі. Видео және анимация мәтіндегі оқиғаларды көзбен көруге мүмкіндік береді. Оқушылардың оқу сауаттылығын бағалау және мониторинг жүргізу. Оқушылардың оқу сауаттылығын дамыту жүйелі түрде бағалануы керек. Бұл үшін келесі әдістер қолданылады. Тест тапсырмалар оқушылардың мәтінді түсінуі, деңгейін анықтау, жобалық жұмыстар арқылы оқылған ақпаратты тәжірибеде қолдану мүмкіндігі береді. Рефлекс әдісі, яғни оқушыларға мен не үйрендім деген сұрақ қойып, өз білімін бағалауға үйрету. Қорытынды мәтінмен жұмыс жасау оқу сауаттылығын дамытудың негізгі құралы болып табылады. Оқушыларға түрлі мәтіндерді оқыту, оларды талдау және ақпаратпен жұмыс жасау дағдыларын қалыптастыру қазіргі білім беру жүйесінің басты міндеттерінің бірі. Тиімді әдістерді қолдану арқылы оқушылар мәтінді саналы түрде оқып, оның негізгі идеясын түсіне алады, ақпаратты талдап, өз ойын дәлелдейді. Бұл олардың болашақтағы жетістіктеріне оң әсер етеді және ақпараттық қоғамды еркін әрекет етуіне көмектеседі.